Ерте бір заманда әлемге танылған Ибрахим есімді дәрігер болыпты. Ол бір күні шетелде халықаралық конференцияға қатыспақ болып сапарға шығады. Ұшақ әуеге көтеріле бергенде аяқ астынан ауа райы күрт өзгеріп, ұшақ жақын маңдағы әуежайға қонуға мәжбүр болады. Жерге қонған бойда Ибрахим әуежайдағы ақпарат беретін қызметкерге барып, ол беделді дәрігер және оның әрбір уақыты құнды екенін айтып, келесі рейсті ұзақ күте алмайтынын түсіндіреді. Мұны естіген қызметкер ауа райы түзелмей, жақын арада ешқандай ұшақ ұшпайтынын хабарлап, есесіне кез келген көлікті жалға алып, жолға шыға беруге болатынын айтады. Содан дәрігер көлікті жалға алып, жолға бет алады. Жауған жауынның, соққан дауылдың қаттылығы сонша, бірнеше сағаттан кейін Ибрахим жолынан адасып кетеді. Оның үстіне, оның қарны қатты ашып, өзін әлсіз сезіне бастайды. Ендігі жерде ол жақын маңда орналасқан қандай да бір тұрақтанатын үй іздейді. Кенет алдынан қабырғасы қауысқан жалғыз үй шығады. Көп күтпестен Ибрахим есікті қағып, үйге кіруге рұқсат сұрайды. Үйдің ішінде егде жастағы кемпір болады. Дәрігер одан байланысқа шығу үшін қандай да телефон сұрайды. Алайда кемпір күлімсіреп: "Қандай телефонды айтасың, балам? Қайда екеніңе қарашы. Мұнда телефон түгелі жарықта жоқ" дейді. Қонақжайлылық танытқан кейуана дәрігерге ас беріп, тынығып алу үшін жылы төсегін салып береді. Ибрахим алғысын білдіре отырып, асын ішіп алады. Содан кейуана дәрет алып, намазын оқып, алақанын жайып дұға ете бастайды. Оны көрген дәрігер оның мұсылман екенін біледі. Асын ішіп болған Ибрахим келесі бөлмеде төсекте таңылып, ыстығы шығып жатқан жас баланы байқайды. Дәрігер оның қасына жақындап, кемпірге қарап: "Аллах тағала маған көрсеткен қонақжайлығыңыз үшін разы болсын сізге. Сондай-ақ намазда еткен дұғаңыз қабыл болсын" дейді. Сонда кейуана: "Балам, жаратушы Раббым осы уақытқа дейін еткен барлық дұғамды қабыл етті. Тек бір ғана дұғамды әліге дейін қабыл алмады" дейді күрсініп. Ибрахим таңданған күйде: "Ол қандай дұға еді?" дейді. Кейуана еңсесі түскен бойда: "Мынау менің немерем. Ол әке-шешесі жоқ қу жетім. Оның менен басқа асыраушысы жоқ. Немеремнің осылай төсек тартып жатқанына біраз уақыт болды. Баспаған жерім жоқ. Айналадағы дәрігерлер қанша тырысса да оның емін таппады. Мен олардан Ибрахим есімді білікті дәрігердің барын естіп едім. Немереме тек сол ғана көмектесе алады екен. Бірақ ол бұл жерден ұзақта тұрады екен. Әрі менің оған барып келуге шамам жоқ. Есесіне қаражатым да шамалы. Осы немеремнен айырылып қаламын ба деп қатты қорқып, күні-түні жаратушыдан дұға етемін" дейді. Сол сәтте дәрігердің көңілі босап, кейуанаға қарап: "Аллахтың атымен ант етейін. Сіздің дұғаңыз әуедегі ұшақты жерге қондырды. Аспанда найзағай ойнатып, жаңбыр жаудырды. Дауыл жел тұрғызды. Осының барлығы менің сіздің алдыңызға келуге себеп болған екен. Ендеше бұл дұғаңыз да қабыл болды" деген екен.